Ассалаумағалейкум. Үй жағдайында шоколадты май дайындаймыз. Сапасы жоғары дүкендегі 200 грамм сары май немесе қолдың 200 грамм сары майын аламыз. 2 ас қасық какао, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық сүт құйып, барлығын какаоның түйіршігі мен қант түйірлері қалмағанша жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Қанттың орнына 2 ас қасық сахарный пудраны, қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. 40 грамм қара шоколадты ерітеміз. Және тағы да барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Шоколадты бұдан да жақсырақ сұйық етіп ертіп алсаңыздар болады. Араластыруға оңайырақ болу үшін. Дайын болған шоколадты майымызды бір ыдысқа салып, тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қойып қатырып аламыз. Шоколадты майды мен таңғы асқа балаларға ұсынып жатырмын. Баршаңызға ас болсын. Біздің YouTube арнамыздың ас мәзірлер ұнаса тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде әрдайым жаңа видеоларды қалдырмай тамашалайтын боласыздар. Лүпілдеріңізді аямаңыздар, өз пікірлеріңізді жаза қалдырыңыздар. Біздің YouTube арнаның тіркеліп, лүпіл басқан қолдаушыларына көп рахмет. Баршаңызға Алла разы болсын. Келесі ас мәзірі видеосында кездескенше сау болыңыздар. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.